Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз үй жағдайында жасалу жолы оңай, осындай ірімшігі созылмалы болып келетін хачапуриді жасайтын боламыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін жылы суды аламыз, оған тұзды қосамыз, ашытқыны саламыз. Описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр. Содан қарасаңыздар болады. Мінеке ашытқыны салғаннан кейін енді 2 ас қасықтай мөлшерімен сұйық майды қосып, жақсылатып барлығын қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Ұнды да негізінде аз-аздан салып тұрған жақсы. Қасықтың көмегімен бірінші араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ең бастысы бұл хачапуридағы ол ірімшік болып келеді. Ірімшікті мен моцарелла ірімшігін пайдаланамын. Мінеке осылай жұмсақ қамыр дайын болғаннан кейін енді оның бетін жауып, көтерілуге жарты немесе 1 сағатқа алып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамыр осылай әдемі болып көтеріледі. Енді қолмен осылай бірінші басып аламыз. Одан кейін алдын ала үккіштен осылай ірімшікті өткізіп саламыз. Ірімшік қыздарменде 2 түрлі, біреуі моцарелла, екіншісі кез келген жақсы еритін ірімшікті пайдалансаңыздар болады. Осылай буып, түйіп аламыз. Одан кейін екінші жағын аударып, әдемілетіп жайып шығамыз. Қамырымызды қатты қалың етпейміз, орташа көлемде осылай барлығын қолмен жайып шығамыз. Жәйменде пешімізді 200 градуста қыздырып бастаймыз. Үстіне енді моцарелла ірімшігін саламыз. Негізінде қыздар үстіне бірінші жұмыртқаның сарысын жағу керек. Видеода менде көрінбей қалған. Одан кейін барып бір 50 граммдай ірімшікті үстіне сүйіп шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келіп отыратын болады. Енді дайын болған хачапуриді 200 градуста 15-20 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеке хачапуриіміз дайын болды. Ыстықтай ұсынуға кеңес беремін. Әсіресе пицца жасаған кезде, егерде балаңыз үстіндегі колбасасын, басқа да ингредиенттерін ұнамаса, онда осы хачапуриді жасап көріңіз. Рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.